жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда? واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاصنع القوم الكافرين يا رب العالمين وصلى الله قصيد قرنا يترداد بالغن صوابت جنترنا يحنطنا منين خاصلغن صواب رب العالمين وشنا من دير بوزر من جمعنا من كين بارشا مرحوم ونجح وصرف
Göremüsünün kabirlerin, Kur'an'ın men Kur'an'ın kabirlerin, kiyimler kabirlerin, cennet başlarına, Kur'an'ın kabir azabından, o zaman da safayız Rabbil Alemin'in sıracattan şeyler, abalırdan birler gözünün fidanış cennetine akırılı gözünün nesbisi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina nebina Habib Muhammed la havle la kuvvete illa billahil azim diyet iskabal murat tarzı amin. Allahu ekber. Allah olsun. Allah'ın başlarınız niyetlerinizde kabul, muratlarınızda aslaylasın. Allah'ın razı olsun. Jasagan dualarınızda kabul edip, ötkenlerimizin Allah imanın özlerine yola setip жатқан жайында jannatten etkin olsun. Özlerinizge ынтымақ берсін, сыйластықтарыңызды Allah artırsın. Mına Allah koygan maksatlarınızda toylarınızda жақсылар, әдемілер құлақласа бас қосып, жақсылықпен, абыроймен тақауды Allah'ın нәсіп еткен болсын. Жаңа жігіттерге де әзілдеп те айтып жатырмын енді, естіп те отқан шығарсыздар ма, біз барып болмай ма деп қоямын. Сөйтсем, болмайды біз бірден айттыңыздар, іште не болатынын, не болмайтынын, бұл қаяққа барайын деп жатсыз деп қоятар. Енді мен ойлап жатырмын, біз бармайтындай жаман жер ме екен, жақсы жер ме екен, әйтеуір қысықтырып қоясыздар ма, 3 күн деп қояды. Енді жақсы болсын. Ада жақсылыққа жаршы болыңыздар, қолдан келсе жақсы істі жасап атасыңыздар. Адам былай жеткен кезде бір мынандай сөз айтылады. Бір адам сәл дұрыс емес те жұмыс жасап жатса, баламыздан әсіресе, "Ей, сен малсың ба? Адамның баласы еді ғой, неге бүйтіп істейсің?" деп айтады. Неге деген уақытта адамдық қасиеттен өтіп кеткенді не деп айтамыз? Жаңа қатын деп айтамыз. Аянда ондай болуды ешкім қаламайды. Сол үшін сіздер мен біздер адам болып келдік па, сол адам болып дүниеден озуымыз керек қой былайша айтқанда. Біз жүрген кезімізде, өмірге келген кезімізде, бір өзіміз ғана өмір сүріп жүрген жоқпыз. Бірінші өзіміз болсақ, одан жоғарымызда әке-шешеміз, ата-аналар, бабаларымыз бар, артымызда және ұрпақтарымыз өсіп келе жатыр. Осының барлығына сіздер мен біздердің жақсы десек жақсы атақтарымыз барып кетеді, жаман десек жаманшылықтарымыз да барып кетеді екен. Оның бәрін жақсы білесіздер. Мәселен, біздерде пәленшенің баласы десе, ана кісі жақсы адам болса не дейді? Жақсы кісі еді ғой. Ұрпақтарда жақсы болады ғой. Деп қояды. Бір сізден жаман біреуден туылып қалса тағы да айтып қоясың ғой анау. Қоя берші оны білеміз, оларды деп қояды. Көрдіңіз ба? Сол үшін сіздер мен біздер еш уақытта ата-анамызға ләнат деген сөзді келтірмеуіміз керек екен ғой ағайындар. Оның үстінде үлкен қызметтер бар, оның үстінде үлкен сабырлықтар бар, оның үстінде үлкен имандылықтар бар. Міне осы мына амалдарымызда, осы Құрандарды оқытуымызда, жоқтауымызда, ата-бабаларымызда, өткендерімізді, қатарларымызды, оның барлық ізгілікті амалдарды жасауымыз біздің мұсылмандықтарымыз, біздің имандылықтарымыз, біздің осыған парасатымыз, ақылымыз жетіп, осы жақсы ізгілікті амалға бет бұрып жатқандарымыз, бұның бәрі Алланың жақсылықтары деп қабылдаймыз ағайындар. Осындай жақсы істердің үстінде әрдайым жүріңіздер, ниеттеріңізді қабілетті болсын. Мына ғұмыр айтайын, өте керемет ғұмыр ағайын. Бұл қайта айналып келмейді. Міне дәл азыр кеше мектепті бітіргендеріңізге 30 жыл деп жатсыздар азыр, бір нәрсе өтіп кеткен жоқ па? Мектепті ойлаңыздаршы. Мен біраз кісілерге айтамын. Сен сол мектепке қайтып баратын болсаң, дәл сөйтіп сабақ оқып, дәл өйстіп қайтып өткізесің ба деп айтамын да? Не деп жауап береміз? Жоқ, келмейтінін білеміз, бірақ келетін болса өйстіп өткіземіз ба? Жоқ, оқитын. Бәріміз арманымыз басқаша да, мен бекерге өткізгем оны деп қоясың да? Бекерге өткізген, дұрыс па дұрыс емес па? Сондай, мына азырғы кешіп жатқан уақытымызда дәл сондай. Дәл азыр.
жақсы уақыттар. Ең қайратты, ең ақылды, ең парасатты, ең күшті уақыттар қазір. Осыны жақсылыққа пайдаланып қалсаң, ертең қайтып өкініп жатпайсың. Сол кезде осыға келген уақытта қайтып бүйтеді деген сияқты айтпайсың да. Ал енді соны өткізіп алсаң, тағы айналып келген уақытта мен бүйтетін едім деген сөзді айтасың, бірақ ол кеш болады. Бірақ біздің пайғамбарымыз хадисінде былай деп айтады: адамдардың барлығы өкініште болады, бірақ жақсылыққа өкінген қандай жақсы я деп айтады. Оны мысалы былай көрсетеді, айтады: мынау атиуллаху атиур расул дейді. Аллаға итағат қылу, пайғамбарға итағат қылу және өздеріне шыққан әмір басшыларға итағат қылу бұл вajib амал екен. Вajib амал. Міне бір үлкен бір әскерді, мұсылман әскері басқарып кетіп жатқан бір әмір, яғни басшысы айтқан екен: қараңғы, тас қараңғы түні таудан асып арбетке өтіп бара жатыр екен да. Сонда айтады дейді: аяқтарыңа тиген тасты қаптарына салып жинап жүре беріңдер деп айтқан ғой. Соның ішінде адамдар үш топқа бөлінді. Біреулер айтты, мынау айтты ғой әмір орындау керек деп, тасты алып қапқа сала берген ғой. Бір қап болғаннан кейін екінші қап аламай қойды, ауыр қойды. Екіншілері, бұл тасты алатын болсақ, сояқта да тас бар шығар, біреуді ұратын болсақ дегенде енді. Сөйтіп қаптың біразын тастап, біразын сала берді ғой. Үшінші топтағылар қойшы зіл деп тасты көтеріп, менің азабым қараңғы түнекте өзі таудан кетіп бара жатса, барған екен керек болса сояқтан ала саламыз дегенде ешнәрсе амал болады. Сонымен түнімен таудан арғы өткен, арғы өтке барған екен, біраз жүрген екен, ашық далада таң атқан намазын оқыған, біраз қарап отырып, жайлап ана қаптарын ашып қараса дейді: ай ақымақ ай, тағы екінші қап толтырып алғанда болар еді ғой. Қоймайсың ғой, дұрыс па? Ана жарты қап толтырып алғандар айтады дейді да: ақымақ, ақымақ. Ана толтырмасақ бір қап болады дейді ғой біздікі деп айтады дейді да. Ана түк толтырмағандар не деп айтады дейді: сорым деп айтады. Ақымақсың, таза ақымақсың. Сол кезде айтқан істейгенімді сенің ешкім алтын толмаса да жарты болады дейді ғой, жарты алтын болады дейді ғой деп айтады дейді. Енді алтынмен есептейтін болсақ бәріміз өкінеміз ғой, ана мынаны егер кетейін десең, тастап кете қойып аласың. Жайлап пакет сұрап аласың. Ал үлкендерден апалардан бата сұрап. Ауған. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم تقبل منا هذه تلاوة القرآن. اللهم اغفر لنا والوالدين والأستاذين والجامع المؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات. Ya Allah'ım o soğukan Kur'an'ımızdan, işkin degende əmizden, jasap jatkan hayır, ihsan Kudaylarımızdan, cemaatlarımızdan asıl boğan soğupturdu. Evvel bir Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhşat dinni. Ahıl baytinne amal kılay yergesmişe La ilahe illallah Muhammeden Resulullah deyin kalime bu müminetler ruhlarına. Soğlardın katarında o şeyde emine kol götürüp atkan cemaatlarımızın. Arnayı köpçülükte şahırıp as berip atkan bауырларымыздың, өтіп кеткен әке-шеше туған туыс бауырлардың, ұстаздардың, солардың қатарында бірге ойнап, бірге өскен, дүниеден озған Жамал ұлы Асан бауырымыздың ұрықтарына, Жақсыбек қызы Анипа қарындасымыз ұрықтарына арнайы әдейі еттік. Ya Allah'ım ötkенlerimizi özün rahmına, meyrimine, keşirimine bilip, жатқан жерlerin жайлы, toprakların torha, cennetten etmedi, nasip et. Ya Allah'ım özünden ümit etip, duayı bile jasap atkan bауырларымыз dua tileklerini kabul eyle. Dinlerine sağlık, otbaslarına amanlık, kasiplerine, dihansılıklarına özün bereket ver. Ortalarında ынтымақ бер, абырой бер. Ертеңгі Алла қойып жатқанда тойларын абыроймен атқарып, жүздері жарық болып, әрдайым жақсылықта, берекетте жүруді Алла сіздерге нәсіп еткен болсын. Алла ниеттеріңізді қабыл етсін. Ниет қабыл етсін. Бекет біріміз, мынау біздің балалардың кезінен атынан отбасыға көмегіміз бар, ақшаға көмегіміз бар. Өзіміз ниет қылып, дәрілерін балалар оқумен шештік. Сол екі отбасыға беріп, әр отбасыға 100 мыңнан береміз. Молодец. Алла разы болсын. Жақсы айналайын, ниеттерің қабыл болсын. Бұлдарды көргендік, Алланың бергенін, Алланың жолында жұмсау, бұл бақыттылық. Рахмет, мына достарымды еске алып, біздің ортамызда азыр аман болып тұрғанда сіздермен бірге жүретін еді оларда. Ойнап көрдік. Бірақ Алланың тағдыры ғой, оған осы нәрсе келді, оған тек иман келтіреміз. Оларды Алла рахымына бөлесін. Мына істеген амалдарында үлкен сауаптардан Алла қабыл айдап, Құдай қаласа бұдан да hayırlı, ізгілікті амалдарды көбірек жасап жүруді Алла нәсіп еткен болсын. Мына рахмет, ізгілікті амал бұл. Мына сіздердің азамат екендеріңізді елге жаны ашитын, жерге жаны ашитын, дінге жаны ашитын азамат деп қабылдаймыз. Құдай қаласа бұдан да жақсы амалдарды жасап жүруге сіздерге нәсіп еткен болсын. Құдай қаласа құтты болсын тойларындағы. Амандықта, берекетте жүріңдер айналайын. Алланың әмірі, еш оған алмаңыздар. Аллаға шүкір дегеннен басқа айтарымыз жоқ. Yani bayağı atalarımız, ajilerimiz, baldarı olsa dünyada olup жатса, son Katar'ın көрген кезінде көзіне жас алып қалатын тұғын. Ай, менің де балам болғанда тосымен бірге жүретін еді, менің қызым болғанда бірге жүретін еді деп сияқты. Бірақ енді тағдыр ғой, оған тек иман келтіреміз. Қалғандарыңызға хайырлы ғұмыр берсін, әрдайым істеріңізге Алла берекеттеп, жақсылықта жүріңдер. Аман болыңыздар, рахмет, иншалла. Ал енді рұқсат болса біз құрайық енді, иншалла. Сіздерге имарал болсын. Отырып, әлі біраз әңгіме айтып, беге жауыз. Халқын мұраттары сағын. Келгендеріңізге үлкен рахмет. Жақсы отырасыздар ма сұрасыздар? Шай ішкісіз? Мен келмейді ма? Мен келіп томайын отқан жоқсыз. Қабыл болсын. Алдағы нелеріңді жақсылап аттан сазлап кектесіп қоғаласа. Bir-birine ауыз кірсен жоғалмасын. Аман есен бар, аман есен жоғалмасын. Рахмет. Бұзып болмай жүрміз. Жаңа нәрселерді жолауыздар. Жақсы олар. Әдемдер басына басына ұлғап шарышпен аман болыңдар. Жақсы
Алтындан жастар едік, бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік. Бәрімізде жазылмаған дастан едік, армандастар, құрдастар. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда, замандастар, қарлығаштар қайда екен? Арман қуған, қиял қуған кезің қайда, құрбылыздар мөлдіреген көзің қайда, сол алғашқы алаулаған сезім қайда, армандастар, құрдастар. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір. Құдалар, осы соңынан екен, 30 жылдыққа барадық, құда қаласа. Мақтарал кафесіне келдік. Ал құрметті класстар, бүгін 24.06 ай 2026 жыл Құдай қаласа 11 А класс Шоқан Уәлиханов мектебін нөмір 56 орта мектебін бітірген түлектері 30 жылдық кездесуге жолға шығып баратырмыз. Құдай қаласа барлығымыз ай барып аман есен келіп, 30 жылдықты жақсылап, тойлап, және бүгіннен басталып ертең 25.06.2026 жылы ары қарай майоктымыз бар тау бөктерінде Бүргілік қаласында. Құда қаласа жақсы өткізіп, аман есен отанымызға орала берейік. Барлықтарыңа сәттілік, тойда жолығамыз. Ал құрметті жігіттер, 11 класстың түлектері 30 жылдығымыздың тойы басталғалы тұр, Құда қаласа. Аман есен Қапланбекте Мақтарал кафесіне келіп тамақтанып алып, Жеңіс бауырымыз Құда қаласа аман есен отырысымыз болатын жерге жеткізіп, тойлап қайта берейік. 79-дар қайда? Алға. Asistan
Sağ olsun. Болыңдар андай. Сендер бізден айнылған уақыт өтсіңдер ғой? Çayım kahve. Yolculuk kutlu olsun. Oha cepken de var, jetmeyen de var. Hop! Ha! Yol cevap değil mi? Ha! Gel, yiyin asma. Ha! Ha! Hadi! Берей тойымызды аман есен өткізіп алайық, Құда қаласа. Аман бар, ай бар, аман қайтайық. Бәріңе денсаулық тілеймін. Бақытты болайық, бай болайық. Естіп аман басымыз түгел болып, ойнап күліп жүре берейік. Ай ман! 30 жылдық құтты болсын. 11-ші А, 79'lar алға. Ha! Çıkar da onu. Hay bana kadar. Ya kardeşim. Yerine çıkmadı mı? Tanılmazsa karamaysın beni. Bak, korkma, bismillah. Bak, Hadi. Hadi. Oynakta sen. Şiir sayın. Ha. Kulübe şişem. Adamga oldun adamga. Söylemeyin sözde selamlar. Ben veremez bin kırılıp gittik koyarım zamanda. Baylardan kapısı ortağa. Oğlum ben mahan sahan bak. Bir yumruk gözüm jürümüz yediğini kuydu alanda. Kim derdi zamanlar. Al yıldızlar ortağa. İlka. Ortağa kolsuzum. Yer basıp durursun gelin son. Altında söz var zaman var. Canım duvarların var. Namus katiyen baban var. Sen baysın adamda. Senden malum adamda. Bak işte orada ne anladık bilgi. Kırkın derdi zamanlar. Ana hasta çıkışın. Sultan sürü koy. Abi.
adam var. Canımda var adam var. Namus satıyor adam var. Sen cayır söz taradın. Sen tanımaydın adamdan. Taşındı kocası kanka yendi. Yine açacak. Arka sular akar. Kimi yavşar, şu canımızı yakar. Darıklarda yıllar kurta geçer. Lağlardan uçum kehar, şundan şeker. Can zeyre, meriye sıkın mıstı Ең 9'da шулап болдыңдар ма? 79'дар қайда? 30 жылдық демалыс жақсы өткізейік. Ал құрметті класстар, Құдай қаласа мына Шоқан Уәлихан мектебінің түлектері 11-ші А класс. Мына 30 жылдығымызға Құдай қаласа аман-есен жетіп алдық. Мына тау бөктерінде біргілікте демалысқа Құдай қаласа бүгін отырысымыз, ертең майоккымыз аман-есен өткізіп алып, сіз біздікпен тойлай берейік. Тойларын той қыласын. Кет ұстау. Ой, мыналар жәнден бері аудармайсыңдар ма соны? Налички деп тұрғын маған. Мен сөз үндемей отырмын ғой сонымен. А кейбіреулер бар 12 Махаббат орын бар ма ана? Ол жақта қасси бір орын бар да? Bu yakta üçüğüne mahabbet ben buradan çıktım. Seni suyga жүрегім жанады. Күнде жылап кеудемде сен аңсайды. Жалғыздықтың қалалы болып. Сезім үшін бәрін қиып кетерім сөзім үшін. Мені бір сүйемін керек десең, жәудіреген бәр сенің көзің үшін. Бір арман сенің аны шолақтан құрап алар. Өлдіреген көзіңде мынасам, мен өзің аяйым сұрап алам. Жайнап тұрған, жанарыңнан жайсыз жайнап тұрған, сен алмай күлгенді айналайын, күн сәулесі секілді ойнап тұрған.
Çevir, çevir. Çevir, çevir. Lan çoban çevir. Haydar ya kişi. Yaha. Nurlar. Nurlar. Gel taşımak üstü. Yok. Ballar kesinler. Koyuldu mu? Bak koyuldu. Gece bir şey lazım. Ne özgane? Nakaz ne okuyaktı? Bak bir piva geçmiş bak. Hadi. Buradaydı, buradaydı. Muzaya ne gidiyor? Zaten buradayım. Laurita kalırsın, Laurita. Laura, bugün diskoçka dayanırsın mı? Disko, dance. Çok sakın yapıyorsun. Laurita. Adar ben cinavar. Laurita. Adar ben cinavar. Tamam da bir arası bir gün balık kızım olur. Laura, bir sakın gideceğiz hoş. Hep hareketi sınavadır hocam. Burada konkurensiya var. Var. Oo, kızık kovadır. Vay bakın Uzman. Bravo. Bravo diye hayrat olur. Yenge, vay be biri işte. Disko dance. Bir adam seksual üretim gibi olmuş. Vay hayrat lazım ya tavcaktınız. Ne göre Nurgül'ün cazası da mı? Aman bolsunlar. Әрдайым және 40 жылдық 50 жылдықтарда басымыз түгел аман есен кездесуді Алла нәсіп етсін. Деніміз сау болсын, аман болайық бәріміз. Бала-шағамыздың рахатын бірге көрейік. Сол денсаулықтың арқасында аман болыңдар, бай болыңдар, қуатты болыңдар. Ой, рахмет. Сосын 60 Қырғызда 50-50 болады екен. Ой, зачем? Niye basana versin diyeyim ha? Егіз тапсын. Сонда астанада үй көреді. Мен бір келін егіз тауыпты да қайнымыз ше бәлсіз жатыр. Біраз жасқа келді. Не пуаза деп қойса, не пуаза. Қайда? Алдың қабырғасында. Иә, ол біздегі жер.
Sotunuzu verip jiberiңizchi. Ayşe, iPhone'ga deb berasiz. Analarımızla erkeğimizi karşılayın. Konsolaylarda tadaylar.
30 yıllık mereke kuşkuya hoş gelipsizler. Жайғастырайықлар, сазар қауым жайғастырайық, баршаларыңызға мың алғыс, тамаша. Рахмет, қызметтегі ағаларымыз, қадірлі ұстаздар қауым жайғастырайық, құрметті барша кеш қонақтары. Najda kim? Ben bir şey için olmadan Şan gezeşim çapalarını uydurum. Meleke kutlu olsun. Mırsalar men hanımlar, saknağı nazar salыңдар, Asaba Ержан Mırsaның сәлемін қабыл алыңдар. Бүгін маған артылып, асабалық аманат, шаршамызды шан жұқпай, шабайын енді шамалап. 79 жылға ағалар той жасап жатыр ғаламат. Аға жеңге әпкелер жүрсінде есен саламат. Тойларыңыз тойға ұласын, тұта келсін, жамағат деп қойайын ардақтағы ағайын. Мереке құтты болсын. Алыстан алып ұшып, достарды сағынысып, бүгін мінеге осындай таудың бөктерінде біргөліктей демалыс жайда осындағы жалпы ұстаздарды шақырып, арадан 30 жыл салып мінеге нөмір 56-шы Шоқан Уәлихан жалпы орта мектептің аға әпкелер және де жеңгелеріміз осындай тамаша кеш ұйымдастырып жатқан ағаларға мың алғыс дейміз. Ал енді құрметті барша ұлағатты ұстаздар қауымы және де бүгінгі ұзақ жақыннан келген аға әпке жеңгелер алғашқы құттықтау тілек кезегі осындағы қос бірдей ұлағатты ұстаздар қауымын сахна төріне шақырсақ деп жатырық. Атап айтатын болсақ, осындағы Хадиша апайымызбен Рахима апайымыз сахна төріне келсе, қос ұстазымызды қос бірдей ағалар тамаша әнмен алып келсе деп жатыр. Мінекей ұстаздарға мың алғыс деп, шәкірттегі орнынан тұрып қошемет салып ұрып жатырарына тағайын. Қос ұстазды шақырайық.
Рахмет, құрметті ұстаздар қауымы. Сіздердің келгендеріңіз өзге біздерге өте керемет болып жатыр. Ал енді құрметті барша шәкірттер қауымы, шамалы сабыр сақтайық, жайғасайық. Ұстазым менің ұстазым, өзімен өткен қыз жазың, қалдырған ізгін мәңгілік, жаныңда тұрар жаңғырып деп, кеше ғана кішкентай балдар еді, қыздар еді. Ал енді бүгінгі таңда сол мектеп қабырғасын бітіргеніне арадан 30 жыл өтіпті шәкірттеріңіздің. Сондықтан да сіздерді арнайы осы кешке шақырып, осы кештің арасында болсын деп арнайы шақырып жатыр. Сіздерге де алғысымыз шексіз. Сонау ұзақ жақтан келіп, осылай алтын уақыттарыңызды бөліп, шәкірттеріміздің көрейік, дидарласайық деп келіп жатырсыздар. Сондықтан да қос ұстаздарға тағы да бір қошеметтеп қояйық. Шәкірттер қауымы, ағалар, әпкелер, тілек кезек өздеріңізде болсын. Құрметті оқушылар, құрметті қонақтар, бүгінгі 30 жылдықтарың құтты бола берсін. Дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын, еш уақытта жаманшылық көрмеңдер. Сендердің жас уақыттарында, дәл осы уақыттарында біз сендердей едік, өтіргеміз. Сөйтіп құлшынып жүріп, сендер құлшып жүріп, тәрбие бердік, оқыттық. Енді шын айтқанда міне жасымыз барды, сендер біздің жасымызға сол уақытта істеген немізге келдіңдер, жасқа балалы боласыңдар, келін алып аласыңдар, қыз алып аласыңдар, жұмыс істеп аласыңдар. Алла Тағала денсаулықтың арқасында барлық жақсылықты сендерге тілеймін, айналайындар. Барлықтарыңы жақсы көремін, сағынам кейде. Көбінесе мынау Бақытжанменен кімді тағы кім Тәңірбергенді ғана көріп тұратын едім де, қалғанын онша көрмеймін, шын айтқанда. Сонымен айтпақшы болғатқан барлығыңа үлкен бақыт пен денсаулық тілеймін, жандарым. Егер денсаулықтарың жақсы болса, барлығы орындалады. Ақша да табылады, үй да табылады, бала-шаға да табылады. Айналары, ата-аналарының үмітін, ниетін ақтай беріңдер. Уағында осы әйтеуір ұрыстық, жылы сөйледік, сол уақытта кәдімгі қайратты күшті едік. Енді бізді жасымыз барып бара жатыр. Сол уақытта жүректеріңе қатты тигендерің болса кешірім сұраймын, шын айтқанда. Неге десең, әр уақытта сендердің бақытты болғандарын көремін. 7 жыл басшылық шоқын қалғанның бәрін маған өңкей 11-ді беретін еді, алып бар деп. Сонымен не керек? Жылда 11-ші класс бітіретін едім де, өтірік емес. Тағы жылда құрметке екен деп қоймаңдар, мен жұмыстың адамы болған, балдарыңнан келіншектерін сұрай беріңдер, қандай адам болып десеңдер айтады ғой, өте қатал адам болып деп, шын айтқанда. Сендерді жақсы болсын дедім мен, шын айтқанда, білімді болсын дедім, ата-анасына мейірбанды болсын дедім. Кейбіреулерің ата-аналарың даже бармай-ақ қойыңыз, саған сендім, сен қараш менің балама, қызыма деген адамдар да болды. Оны шын айтқанда. Айналайын, ата-аналарың үмітін ақтаңдар, қартайды олар да біз секілді. Солардың қуанышқа өлеңдер. Біреу ерте кетеді, біреу кеш кетеді демекші. Сендерге барлық жақсылықты, бақытты тілеймін. Осы дастарханды жазып, ұйымшылдықпен бізді шақырғандарыңа, құрметпен шақырғандарың үлкен рахмет, алғысым шексіз рахмет. Ассалаумағалейкум, кешарық, құрметті балапандарымыз дейтін еді ғой, бәрі қазір өйді жігіт болды ғой енді. Бізге балапан күйін жеріндесіңдер ғой әлі. Аман болыңдар, мынау мерекелерің құтты болсын. 30 жылдан кейін кездесуді, 10 жылдық, 20 жылдық, биыл Құдай қаласа 30 жылдықта кездесіп отырсыңдар. Үлкен, әрқайсың бір-бір үй болып, алдарыңыз, қыздарыңды ұзатып, балдарыңды үйлендіріп атқан болуларың керек. Бақытты болыңдар, өсіңдер, өніңдер, немерелерің көбейіп, біз сияқты немерелердің атын шатастырып, шөберенің қолына май жалауды Алла сендерге нәсіп етсін. Биыл Құдай қаласа ең соңғы класын 11-ді бітірді, пенсияға шығатын. Апа, еркетайларыңыз, кенжетайларыңыз келсеңіздер деп, оларға келдім. Одан 20 жыл өтті 5-іне. Енді сендер бірінші, менің 1-ден 3-ке дейін толық оқытқан класым, бірінші оқушыларымсыңдар. Өте жақынсыңдар, әрқайсыңды әр уақытта естен шығармаймыз. Мен ауылға барған сайын көп ұлдарды көріп тұрамын. Қыздармен мектепте келіндерім бәрі істеді, елі бәрі сәлем салады.
Рахмет, Алла разы болсын. Нұргүлмен, Наулжанмен, Махаббатпен бір мектепте бірге істедік қой. Тағы да 2-3 келін бар сол жерде бірге істеп жүрген. Не дейміз, сендерге тек жақсылық тілеймін. Алдарың, өмірлерің, жолдарың ашық болсын әр уақытта. Мынау өсіріп отқан ұл қыздарының рахатын көріңдер. Жаңа ата-аналарының рахатын көрсін деп жатыр ғой. Біреулердің ата-аналарын ерте кетті, біреу кеш кетті. Ал кеткендердің алдынан жарылқасын, жаны жаннатта болсын. Қалғандардың өмірін берсін. Сендердің қуаныштарыңа ата-аналарың сияқты екінші ата-анамыз деп ойлаймыз ғой, мамасымыз осыларын деп. Біз де қуанамыз, жетістіктерің болса, қайғыларың болса, қайғырамыз бірге. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Дендерің сау болсын, бірінші баяғы денсаулық деп. Еш уақытта біз сендерді ұмытпаймыз, жақсы көреміз. Сендер де бізді ұмытпайды деп сенеміз. Құрметті Аллаға ұстаздар қауымы, тіл көзіміз тасқа, шәкірттеріңіз ешқайсысы жаман емес. Бәрі оқыған, тоқыған, көз ашық, көкірегі ояу, әрқайсысы бір-бір маманның егерлері. Ең өлді дегені әкімшілікте істейді. Амангелді ағамды әкімшілікте істейді, дұрыс қой енді. Күні қол соғып қоясыздар. Аман болсын бастарыңыз, немереден шөбере 100-ге жетсін жастарыңыз. Шалдықпаңыздар, шаршамаңыздар. Немере, шөбере, шөпшектің қолынан май жалауға Аллахым нәсіп қылсын дейміз сіздерге. Енді осындағы бүгінгі тамаша кешті ұйымдастырып жатқан ешқайсысын бөліп жармаймыз. Ағаларымыз бар, жеңгелеріміз бар, әпкелеріміз аз осы кешке бәрі атсалысты. Сол әпкелердің, ағалардың атынан, шәкірттеріңіздің атынан арнайы ұлағатты ұстаздар қауымына орамал том болмайды, жол болады деп арнайы сый құрметімізді тапсырайық.